Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Біздің арнамызда химия онлайн арнасында бүгін химия барлық 7 класстың бүткіл тақырыбын қысқаша 20 минутта айтатын боламыз. Жалпы қыркүйектен бастап мамыр айына дейін оқыған бүткіл программаның ең маңызды сіздерге керек болатын информациялармен бөлісемін. Ал ендеше кеттік, бастайық. Бірінші тақырып бізде заттардың таза және қоспа. Осы тақырыпты да міндетті түрде ең алдымен сіздер түсініп алуларыңыз керек. Таза заттар жалпы таза және қоспа болып бөлінеді. Ал егер айналамызға мән беретін болсақ, жалпы айналамызда бүткіл заттардың барлығы қоспа ретінде кездеседі. Енді бұған анықтама берейік. Таза заттар дегеніміз ол физикалық және химиялық қасиеттері әрқашанда тұрақты болады. Ол бірдей ма? Сол бірдей болды. Ол бір ғана частицадан тұрады. Ал қоспа оның физикалық, химиялық қасиеттері әртүрлі болып өзгеріп тұрады және ода әртүрлі жаңағы құрам бөлшектерден тұрады. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, таза заттардың сары және сұр түсті екі майда кішкентай жаңағы частицалар, құрам бөлшектер. Осы таза заттар. Мына сары бөлшектер бөлек, сұр түсті бөлшектер бөлек. Ал қоспада екеуі араласқан. Осыны біз қоспа дейміз. Смесь. Жаңағы тұзды, мысалы, суға құйсаңыздар, ол тұзы бөлек таза зат болып тұр, ал дистелленген су ол таза зат болып тұр. Екеуі бірге жаңағыдай қоспа болады. Мысалы, үй жағдайында келтіретін мысалы түсінікті тілмен. Ал енді біз осыны түсініп алдық, анықтап алдық. Таза зат пен қоспаны біз ажырата аламыз. Ал әрі қарай келесі тақырып агрегаттық күй. Агрегаттық күйде мысалы бір заттың бірнеше агрегаттық күйі болады. Ол жаңағы көбінде үшеу, ал негізгі төртеу бар. Үшеуі ол қатты, сұйық және газ тәріздес. Ал төртіншісі ол плазма. Плазмаға ауысады. Енді мысалы су мысалын алайық. Су ол үш агрегаттық күйде де бола алады. Ол егерде мұз болса, ол қатты күйде. Не себепті қатты? Себебі оның молекуласы бір-біріне өте жақын орналасқан, тығыз орналасқан. Олар бай қимылда алмайды. Сондықтан ол қатты күйде тұр. Ол мұз болып тұр. Ал осы мұз егер сұйықтыққа айналса, онда ол молекулалар жылжуға тез жылжи алады. Мына тұрған молекулалар бай арасы жылжуға бірін-бірімен бай жылжып тұрады. Ал егерде ол парға айналып, газ тәріздес күйге айналатын болса, онда жаңағы молекулалар өте алыс орналасқан, бірін-бірінен алыс орналасқан. Олар бірін-бірімен бай тез жылдамдықта, тез скоростьта бірін-бірімен кездесіп соқтығысып жатады. Осындай молекулалардың түрлеріне қарап агрегаттық күйге бөлінеді. Ол жай ғана суда. Мысалы, осы процестерінде өзінің атаулары бар. Судан, суретте көріп тұрғаныңыздай, жаңағы сұйықтықтан қаттыға айналса, немесе қаттыдан сұйықтыққа айналса, плавление дейді, конденсация. Осының барлығын жаттап алыңыздар. Мына суретте көрсетіп қойғанмын. Осыны жазып, конспект жазып, просто жаттап алсаңыздар, кейін өзі сөзде өзі түсінікті. Бұл агрегаттық күй. Осы екі тақырып. Таза заттар, агрегаттық күй ең басты тақырыптардың бірі. Осыны жаттап алыңыздар. Келесі тақырып бізде атом, молекула және химиялық реакция. Атом дегеніміз не? Атом бүткіл заттар, бұл әлемде қоршаған бүткіл заттар атом мен молекуладан құрайды. Атом дегеніміз бұл заттың ең ұсақ және бөлінбейтін бөлігі. Майда ең ұсақ бөлінбейтін бөлік. Кез келген атом, бір ғана атом, осы екеуі бірігіп молекула құрайды. Молекула деген ол уже готовый, таза бір дайын бір зат. Мысалы, сутекті алайық. Бір сутек схемада көрсетіп тұр.
бірінші тұрған бір сутек, дөңгелектің ішінде тұрған бір сутек, бұл бір атом. Екінші сутек, ол екінші атом. Осы екеуі бірігіп H2-ні құрайды, H2 уже молекула. Екі бірдей кішкентай атомды қосса, екеуі молекула құрайды. Мысалы, H-хлор. H-хлорда жаңағыдай тоже сутек бізде бір атом, хлор ол екінші атом. Осы екі атомды біріктірсе, H-хлор бізде уже не түзеді? Кәдімгі дайын формула. Бұл молекула. H-хлор молекуласы. Суды да алайық. Бұл жерде енді екі атом водород, сутек, ортасында бізде оттегі тұр, кислород. Осы үш атом, екі атом жаңағы сутек, бір атом оттек, үшеуі қосылып, H2O деген судың молекуласы түзеді. Бұл жерде енді не себептен бірі, бұл валенттілікке байланысты. Оны жаңағы периодтық таблица Менделееваны айтқан кезде біз толығымен валенттілік жайлы айтып кететін боламыз. Жалпы жаңағы айтып өткендей, бірнеше атом бірігіп, сонда қорытындылайық, бірнеше атом бірігіп молекула құрайды. Түсінікті? Атомдар неден құрайды? Ал атом протон, нейтрон, электроннан құрайды. Мынау суретте көріп тұрғаныңыздай схемада мынау атомның схемасы. Оның ортасында ядро. Ядроның жанында протон мен нейтрон орналасқан, ал оның айналасында жылжып жүрген электрондар. Осы атомның құрылымы осы. Протон, нейтрон, электроннан тұрайды. Ал молекула атомнан тұрайды. Түсінікті? Атомның бәрі бірігіп, үлкен бір молекула құрайды. Осы бізде атом мен молекуланың түсінігі осы. Сонымен достар, жалғастырайық. Мынау Менделеевтің кестесі. Таблица Менделеева деп өздеріңізге белгілі кесте. Бұл кестені біз қалай қолданамыз, қай кезде қолданамыз, және мына цифрлардың барлығы, мына символдардың барлығы не білдіретінін айтатын боламыз. Алдағы уақытта міндетті түрде соны тыңдаңыздар. Жалпы бұл кестеде барлық ашылған элементтер бар. Әрбір химиялық элементтің реттік номері, оның орны, оның салмағы барлығы осы жерде айтылған. Атомная масса, молекулярный массаны да осы жерден есептеп алуға болады. Мынау көріп тұрғандарыңыздай, бұл жалпы үлкен Менделеевтің кестесі. Бұл жерде астында 6-7 болып орналасқан лантаноид пен актиноидтарда көрініп тұр. Негізі көбінде біз бұл екі қатарды қолданбаймыз. Көбінде мынау көріп тұрғандарыңыздай осы элементтерді көп қолданады екенбіз. Енді көріп тұрғандарыңыздай бұл цветтермен бөліп қойған. Әр цветтердің өзінің бір мағынасы бар. Мысалы, сарымен мынау қоңырмен белгіленген, бұл сіздерде щелочной металл, сілтілік металл, ал щелочно-земельный ол сарымен белгіленіп тұр. Розовый болып тұрған бұл металдар, ал жасылмен белгіленіп тұрған бейметалдар, және де күлгін түспен белгіленіп тұрған бұл инертті газдар. Осылай цвет арқылы да білуге болады. Мысалы, ең алдымен сіздерде периодтар орналасқан және топтар орналасқан. Период дегеніміз не? Ол литий, мына көріп тұрғаныңыздай литий, сутектен басталады, сутек, литий, натрий. Осы химиялық элементтен бастап фторға дейін, литийдан бастап фторға дейін атомдардың металдық қасиеттері төмендейді. Бейметалдық қасиеттері жоғарылайды. Ал фтордан кейін неон орналасып тұр. Бұл инертті газ. Период дегеніміз осы. Жалпы түсінік бойынша период деп сілтілік металдан инертті элементке дейін жалғасып тұрған элементтер қатарын айтады. Бұл Менделеев кестесінде өздеріңіз көріп тұрғандай 7 период бар. Оның үлкен период, кіші период деп те бөлінеді. Енді топ дегеніміз не? Топтарға Менделеев кестесінде қасиеттері ұқсас элементтер бірінің астында бірі орналасқан.
бұндай бағандарды біз топ деп атап өтеміз. Мысалы, мынау ең соңында көріп тұрғандарыңыздай неонның астында аргон орналасқан. Бұлар инертті немесе салғырт газдар деп аталады. Бұлай деуінің себебі осы газдар химиялық қосылыстар құруға бейім емес. Түсінікті, жалпы период дегеніміз не екенін түсіндік. Топ деген не екенін түсіндік. Ал енді мына бір элементті көрейік. Осы элемент сутек, водород. Бұда бір деп көрсетіп тұрған, бұл бізде порядковый номер, реттік саны. Реттік саны бізде не білдіреді? Ол протон мен электронның қаншаға тең екені біз осы реттік номер арқылы білеміз. Электрон бізде отрицательно заряжены болады, а протон бізде положительно заряжены, плюс болады. Енді осы реттік номері бірге тең, ол бізде протонға тең, ол бізде электронға тең, ал астында тұрған относительно атомная масса. Бұл атомдық массасы 1,008-ге тең болып тұр. Енді сіздер нейтронды да осы формула арқылы есептеулеріңізге болады. Протон қосылған нейтрон бұл бізде тең болады относительно атомная массаға. Енді осы жерде нейтронды алу үшін атомная массадан протонды алып тастайсыздар. Демек, ол бізде нулевой нейтронға тең болады екен. Түсінікті, жалпы реттік номері бізде жай ғана ол ретін ғана көрсетпей, ол қалай қанша сан, электроны қанша, протоны қанша екен реттік номер арқылы білуге болады екен. Дәл сол сияқты басқа да элементтерді солай анықтайсыздар. Так, енді негізінде относительно атомная масса міндетті түрде үтірмен жазылады. 1,008. Міне астында литий мысалы 6,94. Бұның барлығын математикалық заңға сай округлять етуіміз керек болады. Егер 6,9 болып тұрса, демек литийдің массасы 7-ге тең болады. Егер де мысалы мына жерде қарап өтейік, 28-ден 0,85, демек бұл үтірден кейін 0 болып тұр, демек бұның массасы, кремнийдің массасы 28-ге тең болады. Сол сияқты біз бұның барлығын округлить етуіміз керек. Бізде тек қана хлорды ғана біз округлить етпейміз. Хлор бізде сол 35-те 5 болып тұрады. Сол үтірмен аласыздар. Түсінікті, жалпы реттік номер не мағына білдіретін түсіндік. Период не екенін түсіндік. Топтар не екенін түсіндік. Енді бұл жерде жаңағы қалай анықтаймыз? Мынау фтор бізде ең жаңағы не металл, бейметалдық қасиеті бар. Бейметалдық қасиеті бар не болып келеді? Элемент болып келеді. Осы фторға жақын элементтердің барлығы бейметалдық қасиеттері артады. Ал францияға жақын элементтердің барлығы металдық қасиеті арттырады. Сол сияқты керісінше францияға бейметалдық қасиеті төмен, ал фторға бейметалдық қасиеті металдық қасиеті төмен. Түсінікті, бейметалды, металды осылай фтор мен Франция арқылы таблица Менделеевіне қарап отырып анықтауларыңызға болады. Дәл сол сияқты электроотрицательность Францияда төмен, ал фторға қарап электроотрицательность жоғары. Түсінікті болды ғой деймін. Дәл осылай бір не десек болады, таблица Менделеевтің қолданы бір лайфхактары деп айтайық. Енді одан бөлек біз тағы да валентностьты осы таблица Менделеевтің кестесіне қарап анықтай аласыздар. Валентность әрбір элементтің қаншама қолы бар деген мағынаны білдіреді жалпы. Бұл
бізде тең болады топтардың санына. Мысалы, тек қана бірінші, екінші және үшінші топта тұрған элементтердің ғана валентность тең болады. Сол бірінші топта тұрған 1-ге, екінші топта тұрған 2-ге тең болады, үшінші топта тұрған 3-ге тең болады. Тек қана осы 3 топтікі ғана, қалғандары сай келмейді. Қалғандары бізде валентность өзі постоянный және переменный болып бөлінеді ғой. Постоянный бізде осы бірінші, екінші, үшінші топтағы элементтер. Ол мысалы литий, натрий, калий, рубидий, осылардың валенттілігі 1 болады, ал магний, кальций, стронций, барий деген олардың валенттілігі 2. Сол сияқты үшінші топта. Түсінікті, осылай біз шағын ғана валенттілікті жаттап алсақ болады. Жалпы осы 3 топтың валенттілігін білсеңіздер, сіздер 70% элементтің қолданыста, жиі қолданыста болатын 70% элементтің валенттілігін біліп отырсыз деген сөз. Және бір ғана кислородты 2 валенттілігі екенін жаттап алсаңыздар болды. Демек, сіздер 70% элементтің валенттілігін білесіздер. Ол қаншама элемент қоса алады, қаншама элемент қоса алмайды деген секілді. Түсінікті болды деген ойдамын. Осы сайттың ссылкасын мен сіздерге описаниеда қалдырамын, міндетті түрде ашып қарап қолдансаңыздар болады. Относительная атомная масса не екенін білдік. Ендігі относительно молекулярная масса. Атомная массаны Менделеев кестесінен аласыздар. Ал сол молекулярный массаны табу үшін біз жай ғана бір формуламен жасаймыз. Ол үшін МР, мысалы кез келген молекула, енді жаңа атомның массасы, ал сіздер молекула массасын табыңыздар. Молекула массасын табу үшін мына кез келген заттың, мысалы бұл қанша 14-ке тең, көбейтеміз оның индексіне. Егер де мында тағы да мысалы N2O болатын болса, мысалы қосасындар 16-на. Мына элементтердің бірін қосамыз, ал индексіне немесе коэффициентіне оны көбейтеміз. Осы формула арқылы біз относительно молекулярная массаны табамыз. Мысалы, міне SO3. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде көрсетіп тұр 32 бұл мынау S-тің, сераның атомный массасы, 3 ол бізде мынау индекс, 16 ол бізде кислородтың, оттектің атомный массасы. Осылардың барлығын Менделеев кестесінен аласыздар, және осы формамен есептейсіздер, 80 грамм моль болады. Түсінікті? Моль. Дәл сол сияқты басқа да элементтерді солай есептей бересіздер. H2SO4, міне H1 массасы атомдық, 2 оның индексі, қосамыз сера 32, оған қосамыз 16, жаңағы кислород көбейтеміз 4-ке, оның индексі болады 98 грамм бөлінген моль. Дәл осылай кез келген заттың, молекуланың молекулярлық массасын табуға болады. Осымен біздің химия 7-ші классқа арналған видеомыз аяқталды. Бүткіл осы берілген информацияны жаттап, конспект жазып, түсініп алсаңыздар, келесі 8-ші классқа еш уайымсыз өте аласыздар. Ең маңызды информация. Оның әрі қарай қалай, не істеу керек деген сұрақтардың барлығы әрі қарай оны 8-ші сыныпта өтетін боласыздар. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып, сұрай берсеңіздер болады, жауабын міндетті түрде беремін. Сіздермен бірге болған мен Назерке Әлібекқызы, фармацевт, химик инженер маманы. Пока-пока.